Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Уәлихан Назерке Әдірісқызы, биология пәнінің мұғалімі. Бүгін сіздермен адам ағзасының ең маңызды жүйелерінің бірі жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары тақырыбында сабақ өтеміз. Бүгінгі сабақ барысында жүрек қан тамырлар жүйесінің негізгі ауруларымен танысып, олардың пайда болу себептерін талдап, белгілерін ажырата отырып, алдын алу шаралары мен өмір салтының маңызын түсінесіздер. Жүрек адам ағзасының негізгі тіршілік көзі. Ол бүкіл денемізге оттегіні тасымалдай отырып, негізгі қоректік заттармен қамтамасыз еді. Ал қан тамырлар сол ағзалардың арасындағы байланыстыра отырып, күрделі жүйенің негізгі бөлігін құрайды. Қалыпты қан қысымы адам денсаулығы жақсы кезде көбінесе 120-80 мм сынап бағанымен есептеледі. Қан қысымы жоғарылау да төмендеуі де мүмкін. Гипотония қан қысымының төмендеуі. Ол тамырлар мен жүрек бұлшықетінің әлсіздігінен төмен зат алмасуға, аз қозғалуға байланысты дамуы мүмкін. Жас ұлғайған сайын тамырлардың қабырғасының созылғыштық қасиетін жоғалтып, тығыздала бастайды. Артерия тарылады. Осылардың нәтижесінде қан қысымы артады. Бұл құбылысты гипертония деп атаймыз. Қан қысымы жоғарылағанда немесе төмендеген кезде адамның басы ауырады. Гипертония кезінде қан тамырларының кеңейіп, тері қызарады, мұрыннан қан кету, сонымен қатар жүрек айну, құлақта шудың пайда болуы, жүректің жиі немесе аз соғуы. Қан қысымы қатты жоғарылағанда тамырлар жарылып, қан мүшелерге ағуы мүмкін. Миға қан құйылу өте қауіпті. Осындай жағдайда инсульт деп аталады. Бұл ми жасушаларының зақымдануына әкеледі. Зақымданған бөліктің мөлшері мен орнына байланысты сезімталдық, сөйлеу, есте сақтау және бұлшықеттің басқаруы жойылуы мүмкін. Дененің жеке бөліктерінде немесе бүкіл ағза қозғалмай қалуы ықтимал. Қан қысымы өзгерген кезде оның электронды немесе механикалық тонометрмен өлшеу керек. Егер адамның қан қысымы көтерілсе, құрамында нәруызы бар тағамдарды аз пайдалану және 8-9 сағат ұйқы, таза ауада серуендеген жөн. Ишемиялық ауру белгілері инфаркт белгілері сияқты жүректің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы. Егер инфаркт тез дамыса, ишемия баяу дамуы мүмкін. Көп жағдайда миокард жасушаларының оттексіз семіп қалуынан келіп шығады. Кейбір жасушалар қоректік заттардың жетіспегендігінен тіршілігін жояды. Ишемия белгілері алғашқы көмек және алдын алу шараларын интерактивтілігі болады. Инфаркт пен ишемия ауруларының туындауына көбінесе атеросклероз себеп болады. Бұл ауру ағзадағы май алмасуының бұзылуынан туындайды. Ірі тамырларда майда шытырлардың түзілуі. Олар қан тамырларды бітеп, қан ағысына кедергі келтіреді. Егер майда шытырларының орнына тамырлардан қан ұйығы пайда болса, мұндай ауруды тромбоз деп аталады. Жүректегі орап тұратын едәуір ұсақ тамырларға түскен майда шытырларды немесе тромбы оны бекітеді. Миокардтың белгілі бір бөлігінің қан кетуі тоқтайды да ишемия немесе инфаркт дамиды. Егер мидың қанмен қамтамасыз етілуі бұзылса, инсульт орын алады. Тахикардия. 7-ші видео. Тахикардия жүректің жиі соғуы. Дені сау адамдарда ауыр дене жүктемесі, күйзеліс және тағы да басқа жағдайда пайда болуы мүмкін. Тахикардияның белгілері жүректің соғуы жиілеп, жүрек аймағының ауруын сезіну, кейде ауру болмауы да мүмкін. Сирек жағдайда ауа жетіспейді. Адам ентігеді, әлсіздік пайда болып, бас айналады, шаршайды, ұйқысы қашады, көңіл күйі бұзылады, тәбеті төмендейді, жұмысқа қабілеттілігі нашарлайды. Тахикардия қан қысымының жалпы ағзаның және жүректің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуына апарып соғуы мүмкін. Жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларының алдын алу үшін біріншіден салауатты өмір салтын ұстану керек. Біріншіден салауатты өмір салтын ұстау. Яғни айтқанда, әрбір адам үнемі спортпен айналысып, кем дегенде күнделікті дене шынықтыру жаттығуларын жасап тұру керек. Қозғалыс жүрек жұмысының дұрыс жұмыс істеуіне негізгі факторларының бірі. Екіншіден, дұрыс және теңдестірілген тамақтану. Теңдестірілген тамақтану дегеніміз ағзадағы барлық қоректік заттардың теңгерімінің дұрыс сақталуы. Яғни майлы, қуырылған тағамдарды азайтып, жеміс-жидектер мен көкөністерді көбірек тұтыну қажет. Келесі, зиянды әдеттерден бас тарту. Яғни никотин, алкоголь, тағы да басқа зиянды заттарды қолдану жүрек пен қан тамырлар жүйесінің жұмысына кері әсерін тигізеді. Төртіншіден, аурудың алдын алу. Яғни басқа да жұқпалы аурулардан өкпе, бүйрек сияқты созылмалы ауруларды дер кезінде емдеп, ағза иммунитетін түсірмеу. Бұл да жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруының алдын алудың негізгі себепшілерінің
бірі. Келесіден дене жүктемесін бақылау, шамадан тыс жүктеме, стресс, уайымдау, күйзелу қарапайым өмірде. Бұл біздің жүрек қан тамырлар жүйесінің негізгі ауруларының бастапқы себепші факторларының бірі болып табылады. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді жинақтай келе, өзіңізді нағыз дәрігер ретінде сезіне отырып, науқастарға дұрыс шешім қабылдауға көмектесеңіздер. Сіз дәрігерсіз, сіздің қабылдауыңызға 55 жастағы ер адам келуде. Белгілері бастың қысатын ауру, жүрек қағысының жиілеуі және құлақтағы шу. Бұл кісінің қан қысымы 165-95 мм сынап бағанына тең. Сіз дәрігер ретінде қандай диагноз, қандай аурудың емделу жолын және қандай алдын алу шарасын ұсынар едіңіз? Сіздің берген жауабыңызды дұрыстығын анықтау үшін дұрыс жауапқа назар аударсаңыз, бұл ауруымыздың диагнозы гипертония, яғни айтқанда қан қысымының жоғарылауы. Емделу жолдары қан қысымын түсіретін дәрілер. Дәрігердің рұқсатымен қабылдау керек. Тұзды шектеу, күніне 5 граммнан төмен мөлшерде, салмақты қалыпқа келтіру, яғни артық салмақпен жұмыс жасау, қан қысымын күнделікті бақылау. Ал алдын алу шаралар үшін, гипертония ауруына ұшырамау үшін, мына алдын алу шараларын ұстану керек. Ұйқының жеткілікті сақтауы, күнделікті 7-8 сағат мөлшерде адам ұйқысының толық қамтылуы, стрессті азайту, тұзды майлы тағамдарды азайту, жаяу жүру, жеңіл спортпен айналысу және де темекіден бас тарту. Келесі жағдаятқа назар аударсаңыздар. Сізді дәрігерсіз, сіздің қабылдауыңызға 68 жастағы әйел адам келіп отыр. Белгілері беттің бір жаққа қарай қисайғаны, сөйлегенде сөздің бұзылуы, дыбысталуының, оң қолды көтере алмауы, күтпеген жерден есінен танып қала жаздау белгілерінің болуы, бұл бізде қандай диагноз, қандай аурудың диагнозы және аурудың емделу жолын ұсынар едіңіз, қандай алдын алу шараларын ұсынар едіңіз? Сіздің жауаптарыңызбен дұрыс жауапты салыстыра өтсек. Бұл аурудың диагнозы инсульт. Емделу жолы, егерде үй жағдайында болса, жедел түрде 100 қызметіне хабарлау. Қан қысымын үнемі тұрақты бақылау, қан ұйытатын, яғни айтқанда қандағы ұйыған қанды ерітетін препараттарды дәрігердің рұқсатымен қабылдау керек. Егер осы аурудың алдын алу үшін ең бірінші, егде адамдар қан қысымын тұрақты түрде бақылауда ұстау керек. Қантпен, тағамның құрамындағы қант пен холестерин деңгейін тексеріп отыру керек. Аспирин тәрізді қанды сұйылтатын заттарды дәрігердің нұсқауымен қабылдау және дұрыс ұйқы стресстің алдын алу. Осы ауруларды алдын алуға көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруының алдын алу әр адамның өз қолында. Жалпы салауатты өмір салтын ұстай отырып, біз осы аурулардың алдын ала аламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.